الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 15-ші сабаққа келдік, Аллаға шүкір. 15-ші сабақта диалог берген бізге. Әл-фатаят, яғни жас, яғни қыздар мына жақта, қыздар деген мағына. Оны алдыңғы сабақта біз 14-ші дәрісте жас жігіттер деп өткен болатынбыз. Солардың қойған сұрақтары енді 15-ші сабақта дәл соның керісінше қыздарға, мысалы қыздар болса қалай сұрақ қояды. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху дейді. Зайнап деген мысалы әйел кісі. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мән антунна. Антунна дегеніміз бұл сендер деген мағына, бірақ әйел тегінде. Сендер, бірақ әйел тегіне айтамыз. Мысалы көп қыздар болса антунна дейді. Я хават қыз бауырлар, сендер кімсіңдер? Ихдахунна. Яғни олардың біреуі деген мағына. Нахну банату шейх Аббас. Біз шейх Аббастың қыздарымыз, яғни сондай шейх Аббастың қыздарымыз. Зайнап деген кісі айтады: Ахлан ва захлан ва мархабан. Оны алда айттық, бұл қош келдіңдер деген мағына, иә. Умму кунна устази. Міне, умму кунна. Яғни кунна дегеніміз сендер деген мағына, яғни сендердің аналарын менің ұстазым дейді. Менің деген. Менің ұстазым дейді. Кайфа халу ха. Ха дегеніміз оның жағдайы қалай, яғни сендердің аналардың жағдайы қандай? Ихдахуна, олардың біреу айтады: Хия би хойрин вальхамдулилла. Ол Аллаға шүкір жақсы. Айна хия әл-ән. Ол дәл қазір қайда? Хия әл-әна фир Рият. Дәл қазір ол Рият қаласында. Мәтә зәхәбәт. Қашан кетті? Яғни Риятқа қашан барды ол? Зәхәбәт қобла усбуин. Бір апта бұрын барды. Апта. Яғни бір апта бұрын барды. Мән зәхәбә ма'аха. Онымен бірге кім барды? Онымен бірге, яғни анасымен бірге кім барды? Зәхәбә ма'аха ахуна Ибрахим. Онымен бірге біздің бауырымыз Ибрахим барды дейді. Біздің бауырымыз Ибрахим барды. Кайфа халу кунна. Сендердің халдерін қалай? Сендердің жағдайларын қалай? Нахну би хойрин вальхамдулилла. Аллаға шүкір, біз жақсымыз. Фи айи мадрасатин антунна. Сендер қай мектептесіңдер? Нахну фил мадрас мутавассито. Яғни біз ортаңғы мектептеміз. Мәтә ихтибарукунна. Ихтибар дегеніміз бұл экзамен, емтихан. Яғни сендердің емтихандарын қашан болады? Мәтә. Қашан болады? Ихтибаруна бa'да шахрин. Біздің экзамен, яғни емтиханымыз бір айдан кейін болады. Әзәхәбтунна иләл мадрасадати әл-яума. Яғни бүгін, әл-яума деген, бүгін сендер мектепке бардыңдар ма дейді. Мектепке бардыңдар ма? Нағам зәхәбна ва раджана. Біз бардық және қайттық дейді. Яғни барып қайтып келдік дейді. Тәмәрин, яғни сұрақ қоямыз, сол сұрақтарға, яғни жаттығулар. Бірінші сұрақ: мән антунна. Яғни сендер кімсіңдер? Яғни айна уммукунна. Сендердің аналарың қайда? Деген секілді мына жақта сұрақтар қойған. Сол сұрақтарға мына жақтан біз диалогтан қарап жауап беруге тырысамыз. Мысалы, мән антунна деген қалай жауап берді олар? Нахну банату шейх Аббас. Біз шейх Аббастың қыздарымыз деген секілді. Соны жазып жауап береміз.
Әннис әл-мубтада фи kulli минал жумал әтия дейді. Яғни осы әрбір сөйлемдегі мубтаданы, яғни бастауышты әйел тегіне ауыстыр дейді. Мысалға, әнтум туллоб деген, яғни сендер студентсіңдер ме? Яғни әнтум деген бұл ер балаларға айтылады, ұлдарға. Мысалы, әнтунна деген мынау қыздарға. Мысалы, әнтум мударрисун, сендер мұғалімсіңдер ме? Біз қалай айтамыз? Әнтунна мударрисатун. Сендер мұғалімсіңдер ме? Әнтум атибба. Әнтунна табибатун. Деген секілді. Осылай мына жақта барлығын толтырып жазып шығамыз. Енді мына жақта дамирлерді ауыстырамыз. Дамирлерді. Мысалы мына жақта қазір кум дегеніміз бұл ер адамдар, ұлдар. Кунна деген бұл қыздар. Әйне байтукум я ихван дейді. Сендердің үйлерің қайда, я бауырлар, сендердің үйлерің қай жерде? Әйне байтукунна деп уже қыздардан сұраймыз. Қыздарға осылай сұрақ қоямыз. Әйне ахукум я ихван дейді. Ахукум, сендердің бауырларың қайда дейді. Қалай сұрақ қоямыз? Әйне ахукунна я ахават. Қыздар, сендердің інілерің, ағаларың қайда? Әйне мадрасатикум я ихван дейді. Сендердің мектептерің қайда? Әйел тегіне сұрайтын болсақ, әйне мадрасатукунна болады. Я ахават. Дәл осылай осын барлығын толтырып жазып шығамыз. Мына жақта әнті, әнтум, әнти, әнтуна деген осы үш сөздерді қойып шығамыз. Мысалы, муслим дейді. Бұл бір ады ер адам, онда наған әнтіні қоямыз. Яғни әнті муслим, сен мұсылмансың ба дейді. Маридо деп жатыр, мына жақта тамарбута бар, онда әнти болады. Әнти маридотун, сен ауырып жатырсың ба деп қыз балаға осылай сұрақ қойылады. Келесі табибат болса көпше түрі, онда наны қоямыз. Әнтунна. Мысалы туджар, әнтум, сендер саудагерсіңдер ме? Бинтул мударрис, әнти болады. Неге? Бинт әйел теге, әнти. Ахават, әнтунна. Әнтум. Толлау бұн деп осылай жазып шығамыз. Келесідей бағанадай кә, кум, ки, күнні осы төртеуін біреуін қойып шығамыз. Мысалы біріншісі я ихван деп атыр. Яғни көпше түрі. Онда көпше түрге мынау қолданылады. Өйткені бұл көпше түрін білдіреді. Ертегінде әйне бәйту кум. Әхәза я хамид дейді. Хамид болса бір адам, онда кә болады. Әйне китабу кә. Саа дейді. Жәмилетін я ләйлә. Яғни ләйлә деген бір әйел адам, онда біреу болса ки болады. Саа туки болады. Саа туки.
мән әбу я ахауат болса, онда көпше түр қолданады. Күнна әбу, күнна я ахауат деп мына жақта қалғандарын былай жазып шығамыз. Келесі әна немесе нахнуды қоямыз. Мысалы, муслим бір адам болса, онда әна болады. Яғни әна муслим, яғни мен мұсылманмын деген сөз. Әна муслим. Біз мұсылманбыз деген болса, муслимуна нахну. Нахну муслимун. Әна муслима. Яғни әйел адам осылай айтады. Әна муслиматун дейді. Нахну муслимат. Нахну банатул мудир. Әна бір адам ибнул мударрис. Нахну туллаб. Әна маридо. Мен ауырып жатырмын деп осылай айтамыз. Оқып жазамыз. Келесі тапсырма. Захаба әби иләл Қахира қабла усбуъ дейді. Яғни бір апта бұрын деген сөз. Мынау апта, мынау бұрын. Яғни әкем Каирге бір апта бұрын кетті. Мәтә хараджта минал фасли я Мухаммад, ей Мұхаммед, сыныптан қашан шықтың? Хараджту баъда дәрси. Яғни сабақтан кейін, дәрістен кейін. Мынау сабақ, мынау кейін деген сөз. Яғни сабақтан кейін шықтым дейді. Захабту иләл масджид қабла ал-азан. Азаннан бұрын, азан айтылмастан бұрын мешітке бардым. Мәтә захаба аммуки иля рият я Амина. Ей Амина, сенің көкен Риядқа қашан барды? Захаба қабла шахрин, яғни бір айдан бұрын барды. Қабла салати захабта иләл матам. Сен дейді сол тамақ ішетін жерге намаздан алдын бардың ба? Лә, жоқ. Захабту баъда салати. Намаздан кейін бардым дейді. Айна захабта я ахи дейді. Бауырым, қайда бардың? Айна захабтум я ихван. Осылай ерекшелігі осылай болады. Айна захабтум десе, онда я ихвани болады. Айна захабти, яғни әйел тегінде я ухти болады. Айна захабтунна, қайда бардыңдар десе қыздарға, онда я ахавати болады. Ана захабту, нахну захабна. Яғни осылай айырмашылықтар бар. Жаңа сөздер қобла, бағана айттым, бұрын деген мағына. Баъда, кейін, екеуі антоним, қарамарса. Кайфа дегеніміз бұл қалай деген сұрақ. Мәтә, қашан. Усбуъ бұл апта. Аш-шахр бұл ай. Әзан бұл кәдімгі азан. Ас-сала дегеніміз намаз. Раджа деген қайту. Ихтибар бұл емтихан. Енді дамир мунфасыл дейді. Яғни бөлек жазылатын дамирлер. Муфрат дегеніміз жекеге. Жеке, жама дегеніміз бұл көпше. Хуа, бір ер адам, хуа толибун деп айтамыз да. Ол студент. Хия толибатун, яғни ол қыз студент. Әнті толиб, сен студентсің, яғни бір адам. Әнти толиба, яғни қызға айтамыз осылай. Әнти толиба, әна толиб, әна толибатун. Хум, яғни олар студенттер. Хунна, олар қыздар, студенттер. Әнтум, сендер студентсіңдер. Әнтунна, сендер студентсіңдер. Айырмашылығы неде? Яғни біреуіне ер балалар қолданылады, мынау қыз балалар қолданылады. Нахну туллабун, нахну толибатун. Яғни біз студентпіз деген мағына. Яғни мынау ер адамдар айтылады, мынау қыз, әйел адамдарға айтылады.
осымен сабақ аяқталды. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил алямин.